Сәлем қыздар, бүгін сіздерге куркумадан жасайтын масканың түрін көрсетемін. Бұл масканы мен өзім қолданамын. Бізге қаймақ қажет болады, дүкеннің қаймағы, және де куркума қажет болады. Куркуманы дүкендерден немесе специя сататын жерлерден алсаңыздар болады. Алдымен біз қазір маскамызды дайындап алайық. 2 ас қасық кішкентай қасықпенен қаймағымызды ыдысымызға салып, үстіне куркуманы 1 шай қасық саламыз. Бұл куркуманың әсері өте күшті, беттегі қара дақтарды кетіреді және бетті тегістеп, кейбір әйелдердің бетіндегі қызыл жерлері болады, соларды да кетіруге көмектеседі және бетті жас күйінде сақтайды. Қыздар, жалпы осы куркума маскасы туралы айтып кетейін. Бұл маска өте күшті маска, әсері өте зор, бетті тегістеп және қара нүктелерді кетіреді. Босағаннан кейінгі де қара дақтарды кетіреді. Бұл масканы 1 ай көлемінде тұрақты түрде қолданған жөн. Аптасына 2 рет қолданамыз, сол кезде жақсы әсерін беретін болады. Мен өзім кейде 1 рет қана қолданамын. Бұл масканы жасап болғаннан кейін 15 минуттай кемінде ұстайтын боламыз бетімізге. Содан кейін жуып тастаймыз жылы суменен. Жуғаннан кейін бетке арналған крем жағуымыз керек, себебі бетімізді кішкене құрғатып тұрады. Алдымен қыздар, біз куркумаға бізге аллергия бар ма, жоқ па, соны біліп алайық. Осылай маскамызды білегімізге аздап жағып 15 минуттай ұстап көреміз. Егер қызармаған болса, онда сізге жағуға болады. Ал егер қызаратын болса, онда сізге куркума жақпайды деген сөз. Аллергия беріп тұрса, қолданбаймыз. Бұл масканы 1 ай толықтай жасап, содан кейін 1 ай демалтсаңыз болады. Ешқандай ішінде химикаты жоқ. Табиғи маска, сондықтан да қорықпай жасасаңыздар болады. Бетіңізді тегістеп, сол қалпында ұстайды және қара дақтарды кетіруге көмектеседі. Енді қыздар, бетімізге міне біз жағамыз. Масканы 15 минут ұстағаннан кейін жылы сумен жуып тастаймыз. Міне қыздар, мен бетімді жудым, өзіме тазарғаны сезіліп тұр. Бұл масканы 25 жастан асқан қыздарға қолдануға болады. Оған дейінгі жастағыларға қажет емес, себебі өздерінің табиғи сұлулықтары бар. Жасап қолданып көріңіздер, өзімізді күтейік.